Так, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде Smart Money концепциясының екінші сабағы. Бүгінгі сабақта біз ликвидность өтеміз. Өткен сабақта біз структураны өткен едік қой, жаңағы шартовый, лонговый структура. А бұл жолы бізде ең керегі маңызды Smart Money концепциясының құралдарының бірі осы ликвидность сабағы. Презентацияға қарайық. Ликвидность бұл нарықтағы қатысушылардың сатуы бойынша отложенный ордерлері мен стоп-лосстары. Яғни бұл дегеніміз не? Жалпылама айтып өтетін болсақ, ликвидность бұл ақша. Бұл ақшалардың жиналған жері. Қай жерде бізде ақшалар көп жиналады, сол жерде бізде ликвидность болады. Яғни ол дегеніміз біздің стоп-лосстарымыз, отложенный лимитный ордерларымыз. Біз, например, шортқа сделка ашамыз, лонгқа кейін стоп-лосс қоямыз ғой. Сол жерлерде біз көбіне максимумдар мен минимумдар қоямыз, стоп-лосстарды. Сол жақтарда бізде ликвидность болып саналады сол жерлер. И лимитный заявка, например, біз жоғарыға сделка ашатын кезде, біз пробойға сделка ашқымыз келсе, біз хайлардың үст жағына лимитный ордерлар қоямыз покупкаға. Ол не только біз ол дейтін үлкен жаңағы хедж фондтар, үлкен банктер да солай жасайды. Пробойға, например, лимиткалар қояды. Ал сол жерлердің барлығы бізде ликвидная зона болады. Ол жерде себебі ақша жиналып тұр. Олар әрбір жеке структурный свингтің артында жиналады. Яғни бізде өткен сабақта структурада lower low, lower high өттік қой. Сол lower low мен lower highлардың артында бізде максимумдар мен минимумдар қолар енді. Сол жерде бізде жаңағы ликвидностьтар жиналады. Ключевая ликвидность бұл ориентир ретінде алынатын алдыңғы сессияның максимумдары мен минимумдары күндік, апталық, айлық. Қазір оны алдағы келесі презентацияларда көрсетсем, яғни бізде бір свеча пайда болады, өткен аптаның свечасы. Сол свечаның ең максимумы мен минимумы. Ол да бізде ликвидная зонаға жатады. Енді мына картинка қарап отырсаңыздар, бізде қараңыздар, шортқа сделка ашқан адамдардың ликвидностьтары buy side ликвидность деп аталады. Ал лонгқа сделка ашқандардікі sell side деп аталады. Себебі, например, қараңыздар, технический анализ бойынша да көбіне сделка ашқан кезде, сіздер мына жерде біздер минимумға келді ғой енді біз. Біз осыны ориентир алып, поддержка деп, біз лонгқа сделка ашамыз. Ал осы жерге стоп-лосстарымыз қоямыз, максимум минимумдарына. Сол кезде біз, например, противоположно шортқа сделка ашатын болсақ, максимумдарға қоямыз, мына зоналарға қоямыз. Ал бұл жерде бізде стоп-лосстарымыз бар. Ал бұл енді бізге ликвидность болып қалады да Smart Money үшін. Сондықтан Smart Money крупный игрок, маркетмейкер не істейді? Келеді да, жаңағы біздің шортқа ашқан сделкамыздың стоп-лоссын алады. Міне көрдіңіз ғой стоп-лосс. И сосын бар төмен кетеді. Біз көбіне стоп-лосстарды алып жүреміз ғой. Вот соның ликвидностьтің арқасында біз көп стоп-лосстардан көп ақша, стоп-лосс сделкалардан стоп-лосс аламыз. И және, соответственно, sell side-ті да алады, келіп sell side-ті да алады. И одан кейін мына жерге ликвидность қалдырып кетті, мына максимум, оны алды, одан кейін барып астына кетті. Және астындағы минимумға ликвидность қалдырған ек, оны да алып кетті. Ликвидность егер бізде екі немесе одан да көп салыстырмалы түрде тең минимум максимум болса, олардың артында көбірек ликвидность жиналады. Бұл баға үшін магнит болады. Equal high салыстырмалы түрде тең максимум, equal low салыстырмалы түрде тең минимум. Яғни бұл дегеніміз не? Например, біз мына слайдта жаңа мына жерде ликвидность шешіп алып кетті ғой, мыналарды шешіп. Ал мына жерде шешкен жоқ, кетті. Шешкен жоқ, наоборот, шешпей үстіне кетіп қалды. Бұл дегеніміз уже бізде магнитная зона болады. Себебі мынау ликвидность, мынау ликвидность. Бұл жерде уже ликвидность көбейді деген сөз, соответственно, ақша көбейді деген сөз. Сондықтан бұл жерде по-любому шешіп алады, бұны магнит болып қарастырсақ болады. Мына жерде equal high, мынау шешпеді, мынау келді, шешпеді, төменге түсіп кетті. И сосын барып шешті, мынаны да шешкен сосын. Жаңағы мына бірінші презентацияда өткенде ключевая ликвидность бұл ориентир ретінде алынатын алдыңғы сессияның максимумдар мен минимумдар күндік, апталық, айлығы. Міне сол. Например, бізде бір апталық таймфрейм, өткен апта бір апталық, өткен аптаныкі, например. Ол бізде осылай жабылды дейік. Оның бізде ең үлкен нүктесі PVH дейді, ең төменгі нүктесі PVL. PVH бір апталық таймфреймнің ең биік нүктесі, PVL бір апталық таймфреймнің ең төменгі нүктесі. Previous week high, previous week low дейді. Мынау бір апталық, ал мынау дәл осындай бірақ бір күндік таймфрейм. Соның ең үлкен нүктесі, ең кіші нүктесі. PDH, PDL.
Енді осы презентациядан кейін графикке өтіп біз ликвидностьтарды іздеп қарастырып көрейік, ол не үшін керек деген сияқты. Ликвидность пен структура бұл негізі база. Бұны біз 80% концепция Smart Money осы ликвидность пен структурадан тұрады. Осы екеуін жақсы біліп алсақ, осы екеуін қалай қолдануды білсек, дальше бізге қалғандар оңай болады. Например, любой бір мына күндерден бастайық. Не болған екен? Так, структура сабағында көргеніміздей шорт кетіп бара жатыр. Соответственно, шортқа сделкалар қараған үшін. Мына жерде қараңыздар. Ликвидность пен соңғы жұмыс. 2 рет ресвип жасаған, ликвидность жасаған нүктені. Сосын барып төменге кеткен. Мына жерде конфирме. Так. Келесі бізде мынау ликвидность, мынау sell side. Міне. Осылар бізге цель ретінде қарасақ болады. Сразу шешті. Ликвидность қалдырмайды, сразу шешіп отырамыз. Так, мынау шешілді ма? Мынаны да шешіп кеткен. Структура шорт. Жоқ, бұны шешпеді. Соответственно, бұл дегеніміз не? Жаңағы біз сабақты өттік қой. Бұл equal high болып қалады. Бізде бұл магнит болады. Осыны по-любому шешіп өтеді деген сөз. Equal high деп қойсақ болады. Уже мына жерде равный максимумы. Мынау шешілді. Енді келесі мынау болуы мүмкін. Сразу шешті, көрдіңіздер ме? Сразу мынағаны шешкен жоқ, себебі мына ликвидность шешкен еді ғой. Ол барда мына равный максимумдарды шешті. Так, көрейік дальше. Ликвидность пен тағы жұмыс. Негізі бізде қарап отырсаңыздар, структура шорт қой. Негізі мынау глобально қатты шорт кетіп бара жатыр да. Сондықтан слом структураны мен мына жерден қараймын. Мына жерде закреп болса, уже сломға смена характері қарауға болады, басқа лонгқа қарай. Так, мына жерде қарап отырсаңыздар, мынаны шешті, мынау жоғарға кетіп бара жатыр, мынаны шешті. Көрейік не болатын. В принципе, мынау да шешілді. Значит, бізге, по идее, біз шортқа кету керек енді. Вот, мынау уже шортқа кетіп бара жатыр. Мынау шешті. Мына жерден қарап отырсаңыздар, слом берді. Өткендегі структураны сабақ. Мына ликвидностьтар шешті. Бізде общий структура, үлкен глобальный структура шорт. Мына жерде ликвидность шешті, мына жерде слом берді. И мына жерде тағы ликвидностьпен жұмыс жасады. Значит, біздердің цельдарымыз уже мынаны алайық. Мынау осыларға дейін бүйтіп сделканы төменге шортқа қарастырса болады енді. Equal low, міне, шешкен жоқ, мынау equal low. Мына жерде де жұмыс жасады. Мына жерде бізде негізі order flow кетіп жатыр, оны біз келесі сабақта өтеміз, мына сабақта оны түсінбейсіздер, бірақ мына жерде ликвидностьтермен жұмыс жасалып жатыр. Мыналарын алған жоқ, мынаны соған қарама-қарсы төмен кетіп бара жатыр. Мынаған келе жатқан сияқты цель, потому что равные минимумы.
ой, тағы рет мынаумен жұмыс жасадым, мына ликвидностьпен. Так, көрейік. Бізде не болды? Мынаумен мына жерде бізде өте көп минимумдар тасап жатыр негізі. Мынаның бәрі бізде магнит осыған келу керек по-любому. Мынаумен жұмыс жасағысы келген сияқты. Мына ликвидность салды. Астында бір шама ликвидностьтер жиналды енді. Көреміз енді. Мына ликвидность закреп болса, негізі жерде слом болады. Закреп бермеді. Бірақ шортқа слом берген сияқты. Слом бермепті. Закреп болмаған вроде. Закреп болмаған. Көрейік. Енді закреп болды. Енді мына жерде бізге былай қарап отырсаңыздар, шортқа әдемі көрініп тұр ше. Осылайынан. Ликвидностьпен жұмыс. Астында қаншама үлкен ликвидностьтер жиналды. Үстіне ликвидностьпен жұмыс жасалды. Общая структура шартовый. Шартовый структураның ішінде ликвидностьпен жұмыс, және де слом структура, өткен сабақтағыдай. Енді көрейік. Мына ликвидностьтермен жұмыс жасады. Мынаумен жаңағы equal low болып кетіп еді ғой. Солармен жұмыс. Мынаны алып тастай салайын қазір. Цель мына жерге дейін көрейік. Қараңыздар, мына жерде де қаншама ликвидностьтермен жұмыс жасалып жатыр. Мынау. Бір-бірін всегда ликвидность. Цена негізі бұл не үшін бұны өткізіп жатырмын график. Цена сіздер ликвидностьқа жүреді. Мынаны шешті ма, кейін мынаған жүреді. Мынаны шешті ма, сосын мына ликвидностьқа жүреді деген сияқты. Всегда ликвидностьқа жүреді цена. Сондықтан точка А-дан точка Б-ға жүреді деп көрсеңіздер болады. Ал шешілген ликвидность бұл негізі защищенный ликвидность деп аталады. Ол жерге ценаның бағаның келуі ықтималдылығы төмен. Например, мына шешілгеннен кейін мына жерлерден мынаған қайтып келуі төмен, себебі астында ликвидностьтер бар ғой бізде. Ал мынау уже шешілген ликвидность. Сол сияқты, например, мына жерде қараңыздар, қаншама ликвидностьтермен жұмыс жасалды. Так. Мынаумен жұмыс жасалды. Одан кейін бартана үстіндегі ликвидностьтермен жұмыс жасалды. Енді одан кейін мына ликвидностьтер бар. Мына ликвидность қалды. Бір-біріне всегда просто түсіну керек ше рынокты. Ликвидность арқылы, структура арқылы біз рыноктың бағытын түсінуіміз керек қой. Ол дұрыс структура, дұрыс ликвидность табу, бұл смарт монейдің негізгі идеясы сол. Опа, көрдіңіздер ма? Жаңа мына жерден біз примерно көрдік қой. Уже келді. Структура шартовый бәрі келіп тұр, соответственно. В принципе, осылай басқа, например, мына жердегі біз дневной аналарды көрсек болады, мынау бір күндік таймфрейм, например. Бір күндік таймфреймнің, допустим, мынада уже қатты емес екен. Мынау, например, мынау өтіп кеткен бір күндік таймфреймдік. Мынау ПДХ, мынау ПДЛ, екеуімен де жұмыс жасалды. Себебі бұл жерде бізде астында да үстінде де ликвидность бар еді. ПДХ мен ПДЛ, мынау бір күндік таймфрейм, мына жерде кішкентай таймфрейм болса өте көп свечалар пайда болады. Ал соның ең максимумын біз ПДХ, ПДЛ деп белгілеп қоямыз. Бұл жерде ликвидностьтер көп болады, яғни. Біз бұл ликвидность либо сол ликвидностьқа баратын цель, либо осы ликвидность шешкеннен кейін разворот ретінде қолдансақ болады. Жалпы бүгінгі сабақ осы ликвидность туралы. Өздеріңіз енді үй жұмысы ретінде графикке кіріп ликвидностьтарды анықтап, солардың қалай жұмыс жасайтынын жеке өздеріңіз көрулеріңіз керек. Оны сіздер
сезінулеріңіз керек кіріп, оны видеодан көріп, одан кейін уже ликвидность түсініп алды деген болмайды. Сіздер өзіңіз графикке кіріп, оны қалай баға не үшін, оны бұл жерде барлығының өзінің бір смыслы бар да. Например, мынау баға жайдан жай жүрмейді, баға какой-то бір цельге қарай жүреді. Ол цель шешілді ма, все, бағыт өзгереді, басқа цельға қарай жүреді. Сондықтан сіздер өздеріңіз кішкене графикке кіріп, қарап, көріңіздер, жаңағы видеоларды басынан көріңіздер, жаңағы презентацияда айтқандай ликвидностьтарды, қайсы ключевой equal low, equal high'ды көріңіздер, PVL, PDH деген сияқты buy side, sell side'тарды іздеп өздеріңіз практиковать етіңіздер. Рахмет, келесі сабақ бізде order flow туралы болады. Каналға подписаться етіңіздер. Бұл сабақтар негізі былай интернеттерде сатып жатыр адамдар. Мен көрдімше, ол жай тегін тұрған информациялар интернетте, орыс контенттері, қазақша контент былай қарап отырсаңыздар жоқ екен да. Мен сондықтан бұны мен өзім полностью смарт мани курсын түсіргім келіп отыр с нуля. Сондықтан маған поддержка ретінде каналға жазылып, подписаться етіп, лайк басып қойыңыздар. Мен каналым бұрын мен дейтін бұл каналым болған, мен бірақ бұны тастап кеткем YouTube жүргізуді. Сондықтан каналымды қайтадан тірілдіруге маған көмектесіңіздер. Подписаться, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар.